والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Әмма бәғд, ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Аллах тағала баршамызға күнімізді берекетті, хайырлы етсін. Алла үшін жасап жатқан сауапты амалдарымыздың сауабын арттырып, отбасымызға береке нәсіп етсін. Өздеріңіз білетіндей, Сарқан аудандық орталық мешітінің ұйымдастыруымен, мешіт жамағаттарының халықтың атсалысуымен жақсылықта жарысайық қайырымдылық акциясы ұйымдастырған. Осы акциясының негізінде жалпы халықтың атсалысуымен бүгінгі күні 65 мың теңге қаражат түсіп отыр. Осы 65 мың теңге ақшаны теңдей бөліп, әрбір отбасына 6,5 мың теңгеден келетін азық-түлікпен 10 отбасына көмектесуге ниет етіп отырмыз. Аллах тағала қабыл етсін, берген садақаларыңызды Алла қабыл етіп, отбасыларыңызға амандық, саулық болсын. Әмин. Аллах. Екі грамдық күріш, балаға бір грамдық ұн, 2 грамм қанты бар ішінде, бір пачка тұзы бар, бірінке отық деп атамыз. Енді шай болғанын сүті болу керек, сүтін салдық. Енді алдыда жүгіп шыққанда балаларға мәтін қайтпасын деп, осында бір қант кәмпит салдық. Bir adamға әкеліп, садақамызды өтері, ақшамға өтіріп отырмыз. Аллах магазинелері, біздің алар болса, жаңа тағалыдан айлы деген жеңіміз екен, Алла разы болсын, осында көмектесіп отыр. Өздерім жаңаға болыстарым беріп, Алла разы болсын сіздерге. Қабыл болсын, құрметті ағайын. Енді келесі айда одан да жоғарыға деңгейге шығамыз деп ойлаймын. Алла берсе, аманда болайық. Садақа беруге жақсылықта жарасайық. Мен арасында керек деген аларымыз енді жасарға деген кемшілігіміз жанындағы адамға сол үшін беру. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Садақа беру барысында, ізгілік жасау барысында шайтан келіп асқырады. Нақты мекен, беріліп атқан орнына кете мекен деген секілді. Иә, ол дұрыс, анықтап алу керек, білу керек, қадағалау керек, бірақ жаңағыдай шайтанның арбауына ілініп қалмау керек. Көп адамдар беріп алаттағын, сосын кейін артынан тексеріп, оны тергеп жатады. Ниет бұзылады бұндай жағдайда. Алла жолына деп шығарып бердіңіз ба, болды, ары қарай көңіліңіз жай табу керек. Ары қарай оны қазбалап, кім алды, кім несіне жаратты, операциясына кетті ма, әлде кілем алынды ма ол ақшаға мешітке, жо басқа болды ма, оны ары қарай қазбалаудың қажеті жоқ. Сіз не үшін деп ниет етіп шығардыңыз, Құдай үшін деп, яғни болды, сіз сауабын аласыз. Алла ниеттерімізді қабыл етсін.